Қымбатты оқушы, біз енді өзіңмен сөздердің байланысу тәсілі деп аталатын сабағымызды бастаймыз. Сөздердің байланысу тәсілі дегеніміз 4 түрлі жол арқылы жүзеге асады екен. Біріншісі жалғаулар арқылы, кейде қосымша арқылы тәсіл деп сұралады. Екіншісі орын тәртібі арқылы, үшіншісі септеулік шылаулар арқылы, төртіншісі интонация немесе дауыс ырғағы арқылы деп келеді. Міне осындай 4 түрлі байланысу тәсілі бар екен. Жалғаулар арқылы тәсіл. Мысалы, үйге кел, ананың тілі, мен ұстазбын, өзіне бер, елбасыға сенім деп жатсақ, мінекей осы жерде екі сөздің арасында көбінесе септік жалғаулары, тәуелдік жалғаулары, немесе жіктік жалғаулары, көптік жалғаулары арқылы байланысып жатса, оны қосымша арқылы тәсілдейді екенбіз. Байқап отырсаң, үйге кел дегенде барыс септік, ананың тілі дегенде ілік септік, мына жерде тәуелдік жалғау, мен ұстазбын дегенде жіктік жалғау, өзіне бер дегенде тәуелдік септік жалғау, елбасыға сенім дегенде барыс септігінің жалғауы арқылы жалғанып тұр екен. Екінші орын тәртібі арқылы. Орын тәртібі арқылы дегенде әлгіндей сөзбен сөздің арасында жалғаулар кездеспейді. Мысалы, кемеңгер елбасы. Бұл жерде екі сөз жай ғана орын тәртібі арқылы. Ешбір жұрнақсыз, жалғаусыз байланысып тұр. Алты алаш дейміз. Бұл жерде де екі сөз жай іргелес орын тәртібі арқылы байланысып тұр. Немесе сындарлы саясат дейміз. Сындарлы саясат, елбасының сындарлы саясат. Осы жерде сындарлы саясат дегенде мына жерде жұрнақ бар, бірақ жалғау жоқ. Бұл да орын тәртібі арқылы тәсілге жатады. 20 жыл дейміз, тәуелсіз ел дейміз, арайлы астана дейміз. Міне бұл мысалдардың барлығы да орын тәртібі арқылы байланысу тәсіліне жатады екен. Келесі байланысу тәсіліміз септеулік шылаулар арқылы жүзеге асады екен. Міне, сөз бен сөздің арасында ешбір жұрнақ болмайды, жалғау болмайды. Мынау сияқты септеулік шылаулар. Көбінесе атау септігіндегі сөзді қажет ететін септеулік шылаулар. Мысалы, отан үшін шайқас. Отан шайқас деп айта алмаймыз. Немесе, ұйықтаған сияқты жату. Ұйықтаған жату деп айта алмаймыз. Дос туралы сөйлесу. Кітап тәрізді, немесе адам тәрізді маймылдар. Міне, сонда осы шылауларды алып тастасақ, екі сөздің арасында мағыналық байланыс болмайды екен. Демек, осы байланысу тәсіліміздің үшінші түрі септеулік шылаулар арқылы жүзеге асырылады екен. Төртінші тәсіліміз интонация, немесе дауыс ырғағы арқылы байланысу тәсілі деп аталады. Бұл жерде де ешбір жұрнақ болмайды, шылау болмайды, жалғау болмайды. Бұл жерде сәл ғана дауыс кідіріп, пауза жасаймыз. Міне ондай жерде сызықша қойылады. Мысалы, ол дәрігер. Міне, ол дегеннен кейін мен сәл тоқтап тұрмын. Немесе, күләш әнші. Күләш әнші десек, бұл жерде сәл бөлек мағына болып кетеді. Бұл күрделі затес болып кетеді. Күләш әнші десек, бұл сөйлем, бастауыш пен баяндауыш. Бірақ сәл ғана тоқтап айтып тұрмыз. Немесе, бұл біздің үй, анау мектеп. Демек, сөз бен сөздің арасында ешбір жұрнақсыз, шылаусыз, жалғаусыз, сәл ғана дауыстың кідіріс арқылы пауза жасап айтылатын болса, оны интонация немесе дауыс ырғағы арқылы байланысу тәсілі дейді екенбіз.